Баршаңызға сәлем достар, бүгін осындай фаршталған бұрыш дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға фаршымызды және ұсақтап туралған пиязды, үккіштен өткізілген сәбізді және күрішімізді бәрін бір келке қосып, тұзымыз бен қара бұрышымызды қосып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді осы бұрыштарымызды іші сыртын артық заттарын алып, тазалап жуып, жаңағы фаршымызды қасықпен салып, кішкене бастырып, осылай етіп дайындап қоясыздар. Алдымен майымызды қыздырып, үккіштен өткізілген сәбізімізді және пиязымызды ұсақтап туралған қосып қуырамыз және оған томат пастасын қосып, бір келкі қуырасыздар. Енді осыған қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз, бұрыштарымыз батып тұратындай етіп. Және тұзын саласыздар дәміне қарай. Міне мен бәрін салдым, орналастырып, ыстық суға абайлап салыңыздар. Жарты сағатта біздің бұрыштарымыз дайын болып қалды. Міне осындай болып шығады, өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес берем. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Әлі де көптеген рецепттер болады.